Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын пюренің қыр сырымен бөлісетін боламын. Алдымен өзімізге керек картошканы пісіріп аламыз. Картошкамыз пісем дегенше подливын дайындай беретін боламыз. Мен бұл жерде тауық етін пайдаландым. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай ет қолдансаңыздар да. Үйдегі бар приправаны қосып, паприка қосып, осылай тауықты қызартып қуырып алсақ, тауық өте дәмді болып шығады. Тауығымызға үлкен бір пиязды осылай турап салдым. Және де бір сәбіз, 2 болгарский перецті қосып, жақсылап араластырып, 10-15 минуттай қуырып аламыз. Және де бір помидорымызды қосып қуырып аламыз да, үстінен бір пиала суымызды құйып, крышкасын жауып, жарты сағаттай бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, картошкамыз да пісіп қалды. Ең дәмді пюренің барлық қыр-сыры осы картошканың ыстық кезінде осылай маймен сүт қосып араластырып, езіп алсаңыздар, пюреларыңыз өте дәмді болып шығады. Мен бірінші жарты пиала сүт құйып алдым. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек, мұздай емес, ыстық емес, жылы сүт құясыздар. Егер де жарты пиала сүт жетпей, картошкаларыңыз сухой болып тұратын болса, тағы да жарты пиалайды бөліп құйып алыңыздар. Мінекей пюреміз да дайын. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Пюреларыңыз өте дәмді болып шығады. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен оңай әрі тез дайындалатын неше түрлі дәмді тамақтардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Ал ендеше астарыңыз дәмді болсын.